Елімізде жыл сайын 5000-ға жуық сәби жүрек ақауымен дүниеге келеді. Ал Түркістанда 185 бала туа біткен жүрек ақауы диагнозымен тіркеліп тұр. Бүгін елордадан келген білікті кардиохирург және кардиолог дәрігерлер осындай сәбилер үшін тегін қабылдау өткізді. Игі жоба туралы әріптесім Жұлдыз Шалқарбек баяндап берсін. Бүгін бұл орталыққа келген тұрғындардың қарасы көп. Түске дейін ақ дәрігерлерге қаралу үшін 70 баланың ата-анасы кезек алыпты. Елорданың кардиохирургтары 2014 жылдан бері 4 рет туа біткен жүрегінде ақауы бар балаларды тексеріп, отаны қажет еткендерге Астанаға жолдама береді. Басты мақсат ерте диагностика жасап, кеңес беру және жүрек ақаулары бар балаларды емдеу дейді қалаттылар. Жылына Түркістан облысынан 200 балаға операцияға алып кетемін. Жылына қарайтын балдарым әр келген кезде 1,5 мыңдай бала қараймын. Біз операциядан кейін бұл балдарды 5 жылға дейін біз бақылауымызда ұстаймыз. Операциядан кейін бұл балдар 3 айдың кезінде, 6 айдан кейін жылына 1 рет келіп қаралып отырады. Одан кейін тұрғылықты жерде реабилитациясы бар. 3 айда 6 айда жасады. Сол реабилитациясын өтіп, 1 жылдай балдарға күтім керек операциядан кейін. Если жақсы күтім болатын болса, операциядан олардың өмір сүру качествосы өте жақсы болады ол балдардың. Жалпы қаламызда 185 науқас бала туа біткен жүрек ақауымен есепке алынған. Бұл көрсеткіш жыл сайын 30-40 балаға өсіп отыр. Дегенімен, дер кезінде көрсетілген ем арқылы балалардың қалыпты өмір сүруге бейімділігі 90%-ға артуда. Жыл сайын біз 30-40 баланы есепке аламыз. Және 25-30 бала операцияға жолданылады. Операциялар біздің облыстық балалар ауруханасында жасалады және Астана қаласында Национальный научный медицинский центрда және Национальный научный кардиоцентрда жасалады. Жобаның игілігін көріп, кардиологқа баласын тексертуге алып келгендердің бірі Юлдыз Юлдашбаева. Оның қызына қойылған диагнозға алғашқы ота 3 айлық кезінде жасалыпты. Бүгінде отаның 3-ші кезеңінен өткен баланың жағдайы жақсы. Астанадан докторлар келіп жатыр, келіп көрсетіңіз деп. Сосын 6 жасар кезінде өзі УЗИ-ға түсіріп, диагноз қойды. Осындай анализдеріңізді тапсырып, квотамен Астанаға шақырды. Астанаға барып, сол лазерный баллоновый операция жасады. Содан кейін 8 жасар кезінде қайтып өздері келіп, тағы да осындай деп шақырып, 3-ші этапты операциясы өтті. Келес, Шардара, Жетісай, Түркістан, Темірлан. Облыстардың осы өңірлеріндегі балалар 3-8 ақпан аралығында кардиохирургтардың тексерісінен өтеді. Айта кетейік, көшпелі қабылдаулар шалғай аудандардағы тұрғындарға алысқа сабылмай-ақ сапалы медициналық көмек алуына мүмкіндік беріп отыр. Жұлдыз Шалқарбек, Рамазан Оспан, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24.